Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді, ең жұмсақ кекстердің жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Мен кекстерді тек осы рецептпен жасаймын. Сіздерді жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, жұмыртқа, қант, еріген сары май, ас содасы және сүт. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Сонан соң миксермен 2 минуттай араластырамыз. Келесі кезекте ерітілген сары майды құямыз. Жылы сүтті құямыз. Сонан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда таңғы асқа арналған құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Енді ас содасын саламыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, жақсылап миксерлейміз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қамырымыз дайын. Дайын тұрған қамырды кекстің формаларына құйып шығамыз. Қамырды кекстің формасына қатты толтырмай құямыз. Жартысынан сәл асса жеткілікті. Қазір кекстер пісіп жатқан кезде көтеріледі. Менде осы рецептпен 18 дана кекс шықты. Мінеки қамырларды формаға құйып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки достар, ең дәмді, ең жұмсақ кекстер дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнайды, үнемі осы рецептпен жасаймын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ұнайтынына 100% сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.